Так, жолдастар, біз Красный Яр деген бір ауылға жеттік. Артымызда Омск, Омскіден жаңа ғана шыққан кезіміз. Қазір мына заправкаға кіріп, бір жанармайымызды алып, әрі қарай жылжимыз. Біздің компанияда арнайы бір приложение бар, сол приложение ішінде жазылады, қай жерде қанша жанармай алуың керек екеніндігін, сол қанша топливо қалғаның, маршрутыңда қай қала арқылы жүру керек екен, соның бәрі жазылып тұрады. Так, сол приложениемен біз осы мына заправкаға келдік. Так, кофе ішіп алу керек, шамалы миды жұмыс еткізетін, қоздырады. Сөйтіп, әрі қарай жылжимыз. Так, жолдастар, 200 литр соляркамызды алып, әрі қарай кеттік. Совсем скоро қазір тоқтап, тамақтанып алып, әрі қарай кетеміз. Мына жеңіл көлікпен келе жатқан бауырларымызға айтып жібереміз, егер үлгілмей жатса, шамалы тормоз басып, кіргізіп жібереміз. Ол сосын аварийкасын жағып, рахмет айтады. Қазір енді өзімізде обгонға шығып кетуіміз керек. Братчик, рахмет. Красавчик просто. Қазір жолдастар біз шин алып бара жатырмыз. Автокөліктен дөңгелегін алып бара жатырмыз. Сургут деген мына северге қарай кетіп бара жатырмыз. Құдайға шүкір ояққа қазір жол салып тастаған. Кезінде жүре алмайды. Енді Ырғыздан жаман еді ғой. Кезінде Ырғызды білесіз, мынау беліңе дейін шұңқыр еді ғой. Аралдан Ақтөбеге барам деген сеп почкаң нәскейіңе түсетін еді. Құдайға шүкір қазір Ырғызды да істеп тастады. Сол, так что жүруге болады. Өстіп жаймен өлеңімізді айтып кетіп бара жатырмыз. Москва уақыты бойынша 18-ден 35 кетті, 6:30 болды сағат. За бортом қазір 19 градус жылы. Қазақстанға қарағанда бұл жақта шамалы салқын болып тұрады. И мен кейбір роликтерімде постоянно айтамын ғой, ылғалдық өте көп. Мына күн ысыған кезде бір 30-35, 37 градус болған кезде прям баняда отырған адам сияқты ғой, үсті басың терілеп, сол бір жабысып. Қазақстанда олай сезілмейді. Қазақстанда ылғалдық аз болғасын, ыстық болса да бір шамалы бір жеңіл өтеді да оның бәрі. Бұл жерде ондай емес. Жолдастар, қазір біз Уют деген бір үлкен кемпинг бар, соған жақындап қалдық. Қазір тоқтап, жуынып алып, тамақтанып алып, әрі қарай жылжимыз. Осындай душ. Туалеті бар. Спокойно суға сезім. Мынандай бір балық алдық. Тамаша қуып болған. Салат алдық. Облепиховый морс алдық. Морс течет еще. Беремес екеуін. Так, пюре алдық. Қасығымен. Осыны енді тамақтанып алып, қазір ары қарай аттанамыз. Так, тамақтанып алдық, енді кеттік әрі қарай. Қазір алдымызда бір не болады, стоянка болады, сол стоянкаға кіріп
ұйықтап аламыз. Ұйықтап алғасын ертең азанда жолымызды ары қарай жалғастырамыз. Қызылорданың жігіттері, осы жақта тұратын Қызылорданың жігіттері қуып келіп Новосибирскке кетіп бара жатыр екен. Былай кетіп мені көріп, сол тоқтап хабарласып, әңгіме жоқ. Өте қуаныштымын. Қызылорданың жігіттеріне жалынды сәлем жігіттер. Өйткені мен өзім Сыр елінде туып өскенмін. Қызылорданың өзінде әсіресе Гагаринге огромный сәлем жігіттер. Так, кеттік. Қазақстанға 100 километр дейді. Біз бірақ мынау солтүстікке қарай кетіп бара жатырмыз, северге. Ең суық региондардың бірі. Құдайға шүкір, қазір жаз ғой, жазда баруға болады. Қыстың күні қақап тұрады ғой, -45, -55, 60-қа дейін бар. Так, жол жасап жатыр. Жаймен. Так, кеттік ары қарай. Ерекеңе бір сәлем. Ерлан біздің Қызылорданың жігіті. Сол осы жақта тұрады екен. Өзінің жеке шаруасымен кетіп бара жатқан кісі. Әңгіме жоқ, братуха. Өте қуаныштымын. Так, кеттік ары қарай. Жолдастар, қазір біз Сібірде келе жатырмыз. Солтүстікке қарай көтеріліп келе жатырмыз. Алдымызда қазір біздің Ханты-Мансийский автономный округ басталады. Алдымызда болғанда 700 шақырым бар, оған дейін әлі. Түсіретін точкамызге дейін әлі 1100 шақырым бар. Жаймен кетіп бара жатырмыз. Айналаның бәрі ну орман, тоқтап бір тамақ істеп ішем ба деген ой бар еді, осы таза ауада. Келе жатсам жылан көп. Жолдан былай өтіп жатқан. Басып кеткен машина, былайынша жатқан. Сондықтан да бұндай жерлерде бір тоқтап, даже туалетке баруда опасно. Үндемей өзіңмен өзің күшені отырғаныңда, шөптің арасында көтіңнен келіп жылан шықса, уын соратын адам да жоқ. Сол жақын жерде больница да жоқ. 200 километр былай қарай бір қала, 200 километр ар жағымызда бір қала, артымызда. Сондықтан да все свое держу при себе дейді ғой. Сөйтіп кетіп бара жатырмыз. Қалжың ғой, ойын күлкі витамин дейді. Ауа енді бірақ действительно тамаша. Ауа деген мына орманның ауасы. Ағаштан дым көрінбейді ғой, ар жағында не болып жатқанын. Осындай бір Сібірде келе жатырмыз. Бірақ бір нормальный бір не болса, карманчик болса, тоқтап, шайымызды ішіп әрі қарай кетерміз. Бір бутерброд жасап алып, холодильнигіміз бар, холодильнигімізде тамақ бар. Колбаса, анау, нан, сыр деген сияқты. Сол жақсы көретін ұлттық тағамымыздың бірі рәшкиде бар. Сол рәшкиде суға асып, оған бір тамаша бір тушенканы салып жіберіп, жылқының араластырып, тұздап, салат жасап, огурцы, помидордан оған майонез қосып, майына ағызып, сол араластырып, көк жуаны турап, өзім айтып, өзім қарным ашып кетті, өзім тамақ жегім келіп кетті. Вот солай жолдастар. Так, анда-санда осындай техника пайда болады. Абай болу керек, өйткені бұл техникада я поворот жоқ, ядым жоқ. Пешеход всегда прав деп бұларды ауыра береді. Әйтеуір күндіз жүріп келе жатыр, түнде жүріп келе жатса, бұл енді опасно. Мен главный жолда деп ұрып келе жатыр. Түсіндің бе дейді. Қандай дальнобойщик болсаң да қақпайды дейді. Кезінде осы жерлердің бәрі лагерь болған. Патшаның кезінде сол 1917 жылдан бастап осы Сталиннің кезіне дейін осы жерлердің бәрі лагерь болған. Бәрін ссылкаға жіберген. Көбісін Қазақстанға жер аударған. Қазақстанда қайдан пайда болды дейсіңдер ғой, гректер, немістер, шешен бауырларымыз, басқа да ұлттар, кәрістер мынау Дальний Востокқа қарай жіберген, одан бұна Қазақстанға қарай жіберген. Содан қалған Қазақстанда. Егер тарихты алып қарайтын болсақ, сол
оның бәрі сол қаншама ұлт, қаншама мың адам Қазақстанға сіңіп, сол бір үлкен бір жанұя, семья болып Қазақстанда әлі күнге дейін өмір сүріп жатыр. Міне Ну орман басталды. Қазір мен сізге былай көрсетіп көрейін. Ар жағында не болып жатқанын білмейсің ғой енді. Табиғат деген мынау айналаңа қарасаңшы, жап-жасыл, көкорай. Мен ойлаймын да кейде, осы біздің ауылдың қойларын алып келіп, сиырларын алып келіп, осы жерге жіберсең ғой деймін да, аналарың сол бір рахаттанғаннан жылайды шығар деп ойлаймын. Сол осы жерде сол жылап, қазақша сөйлеп кетеді деп ойлаймын өзім. Сол, бірақ біздің Қазақстанда да шөп бар ғой енді. Жолдастар, анау-мынау деп отқанда кеш батты уже. Москва уақыты 9-дан 7-ден 30 кетті. Местный уақыт 9-дан 30 кетті. Қазақстан уақытымен бірдей енді. Артымыздағы машинаға айтып жіберейік. Давай, братуха, давай. Давай. Пожалуйста. Так, не дейміз енді? Бәрін айтты, бірін айтты дейді. Бүгінгі күн осы рульде өтті. Азанда тұрып едік. Сол әлі ұрып келе жатамыз. Жол жақсы, жол нормально, спокойно ұрып отыруға болады. Бірдеме деп атырғайды. Вот, басқа ешқандай жаңалық жоқ. Бәрі бір қалыпты. Жаймен ұрып келе жатырмыз. Өлеңімізді айтып, халеу жүнді. 1-2 сағаттан кейін енді тоқтаймыз деп ойлаймын. Қазір бір нормальный стоянка болса кіріп тоқтау керек. Ертең Құдай қаласа жүгімізді тапсыратын жерге жетеміз. Біз уақытынан шамалы ерте келе жатырмыз. Бір күн ерте келе жатырмыз. Алдымыз демалыс күні жүкті түсірмейді деп ойлаймын. Сондықтан да толық бір күнді біз өзімізге жұмсаймыз. Мен өзіме жұмсаймын. Жақсылап ұйықтап алам, өйткені арасында енді шамалы ұйқыңды қиясың ғой. Жолда жүргесін тезірек жету үшін машина алған кезде бір күнім кетіп қалған. Сол бір күнді мен өткізген бір күнімді сол уже орысша айтқанда нагонять нужно. Тезірек жетіп алу керек та. Өйткені бір срок қояды. Допустим, 5 күннің ішінде Москвадан Омскіге жетуің керексің. Мен 5 күн емес 4 күннің ішінде жеттім. Сол кейде қиындау болады. Осындай бір жағдайлар мына ұйқыңа әсері береді. Сондықтан да ертең жетіп алып, ертең жүгімізді түсірмейді ғой. Бір азанғы 10-да Құдай қаласа менің ойымша жетеміз. Сол кешке дейін сол ұйықтап, тамағымызды жеп, әлденіп, егер музейлер жұмыс істеп тұрсам, бір музейге барып, я бір қызық жерлер болса, сол қызық жерлерге барып көрерміз. Өйткені күнде келіп жатқан жоқпын ғой бұл северный қалаларға. Сондықтан да бір енді шамалы өзінің ой өрісіңді арттыру үшін осындай бір мекемелерге барғанды өзім жақсы көремін. Кезінде мен бірінші рет мына Ижевск қаласына жеткенмін. Ижевск қаласында завод бар. Сол заводта Калашников корпорациясында автомат Калашников жасайды. Сол заводтың қасында енді, сол бір қалада ғой Ижевскіде, Удмуртияның астанасы Ижевскіде Калашниковтың музейі бар. Сол музейге барғанмын. Енді таң қалдым. Енді мен өзім қазақ болғасын, енді Калашниковты армияда ғана ұстаған адамбыз ғой. Оны қайда істейді, қалай істейді, кім істейді, қашаннан бері ол шығарылып келе жатқан қару екен. Енді оны ешкім енді мән бере бермейді ғой, атса болды ғой бізге. Сол Калашников музейіне барып, соның бәрін көріп, қызығып, неше түрлі сол қару-жарақты көріп, сосын оның қасында жанында тирі бар екен. Ол тир реконструкцияда екен, сол тирге мен кіре алмадым. Бірақ басқа тир бар екен. Аты тир, тир деген тир бар екен. Сол тирге барып Калашников алдым, пулемет алдым, СВД алдым, снайперская винтовка Драгунова, тағы да бірдеме алдым. Короче говоря, өлген жаттым қойым сол жерде.
рахаттанып тұрып сол атып шығатын кезде енді төлеуің керексің ғой, әр оғы 1000 теңге. Теңге емес, 200 рубль ғой енді. Сөйтіп маған с вас 7000 рублей дейді. Қанша десем 7000 рублей дейді. Сол ол не үшін десем, вот мына жаңа атқандар санап беріп жатыр да, міне осындай СВД-дан осындай патрон аттың, сосын Калашниковтен осыншама патрон аттың деп, осындай магазин кетті, мынадан 2 магазин кетті деп, мен ойбай, біздің теңгемен санағанда енді 5-ке көбейтсең енді 35.000 теңге ғой. Сол қалтамдағы ақшамның бәрін беріп сөйтіп кеткенмін кезінде. Сол әлі есімде, сондықтан да музейге барсам әуелі бағасын сұраймын, мынау қанша тұрады деп. Біз қазір Сургуттамыз, Сургутқа жетіп қалды. Енді қазір Нефтеюганс деген қала болады, сол Нефтеюганстан өтіп, или сол жерде қонамыз ба көреміз енді. Азанда сосын Сургутқа жетеміз, Сургуттан енді түсірсе сол жерде түседі, түсірмесе уже переадресация болады, енді көреміз оны. В общем, Сургуттың ояқ бұяғында. По-любому уақыт болады ғой демалуға. Сол демалып, ұйқымызды қандырып, тамақ істеп, тамақ ішіп алып, сол жуынып, шайынып, сол өзімізді енді бір қалыпқа келтіріп, уже қайтуға дайын тұрамыз. Вот солай жағдай. Аңғарып келе жатқан шығарсың, мен күндіз түсіргенмін. Күндізде осындай табиғат болды, орман. Түнде де осындай табиғат, енді осы жерлердің бәрі сол орман ғой. Осы жердің бәрі орман.